Тұзды кетіру ағзадағы 60% ауруды емдегенмен бірдей. Әлем елдерінің 1/3 бөлігі мойын мен желкеге жиналған тұздан зардап шегуде. Жас талғамайтын бұл ауруды емдеуге халық емі де өз үлесін қосуда. Желкедегі тұзды жою үшін біз сіздерге үй жағдайында жасай алатын ем түрлерін ұсынамыз. Сіздермен бірге пайдалы кеңестер арнасы. Құрметті оқырман, алдымен арнамызға жазылып қоңырауша батырмасын басып қоюларыңызды сұраймыз. Тұз жиналудың басты белгілері: басыңыз ауырады және айналады, қан қысымыңыз бірден көтеріледі, қолдарыңыз ұйып қалады, жауырын мен көкірек айналасында ауырсыну болады, арқаңыз бен беліңіз ауырады, бойыңызда әлсіздік билеп, тез шаршайсыз. Міне осындай жайсыздықтар сезіле бастаса, демек желкеге немесе мойынға тұз жиналды деген сөз. Мұның соңын айықпас дертке ұластырмай, аурудың алдын алыңыз. Қыздырғыш компресс: 300 грамм медициналық спиртті 10 граммнан камфор спирті мен йодты араластырыңыз. Оған тақталған 10 дана анальгин дәрісін қосыңыз. Дайын болған қоспаны желкеңізге, мойныңызға жағып, сыртынан жылы орап қойыңыз. Осылайша 4-5 емнен соң-ақ оң нәтижесін байқайсыз. Бал мен алоэ компрессы: 150 грамм араққа 100 грамм ерітілген бал мен 50 грамм алоэ сөлін араластырасыз. Дайын болған қоспаны ауырған жерге жағып жатыңыз. Емді тәулігіне 2 рет жасау керек. Сарымсақ пен зімбірді майда үккіштен өткізесіз. Қоспаны мойынға, желкеге массаж жасай отырып жағыңыз. Егер құрғақ болса, аздап ерітілген сары май немесе ментол қосуға болады. 100 мл суға 4 шай қасық сутегі асқын тотығы немесе алма сірке суын қосыңыз. Бұл қоспамен таңғышты сулаңыз және оны проблемалық аймаққа қойыңыз. Тамақ пленкасымен жауып, үстінен қалың орап қойыңыз. Шайқурай майынан компресс: алдымен майды дайындап аламыз. Ол үшін 150 грамм үгілген шайқурай гүлі мен жарты литр шырғанақ, яғни облепиха майын араластырасыз. Ыдысымен ыстық суға салып булау жасаңыз. Шамамен 30 минуттан соң майды салқын жерге қойыңыз. 3 күннен соң дайын болған емдік майды жақсылап шайқап алып, мойын мен желкеге жағасыз. Емделу мерзімі 10-12 күн. Картоп және бал компрессы: 1 дана үгілген картоп пен 1 ас қасық жылы балды араластырып, қатты матаға жағыңыз. Оны ауырған жерге таңып, сыртынан жылы орап қоясыз. Бұл емді үзбей 3 күн жасасаңыз, мойындағы, желкедегі тұздан бір жолата құтыласыз. Тұзды кетіру ағзадағы 60% ауруды емдегенмен бірдей. Сіздермен бөліскім келген осылар еді достар. Ауырмаңыздар, ем болсын.